Бако, не хабар? Аман есен. Қалай, жақсысың ба? Шүкір. Неге Айым Бақытжан, неге мен Бақытжан емес? Себебі мен футболға қызығам. Златан Ибрагимович дейтін футболисттің парақшасын оқимын, содан көріп жасап қойған Айым Бақытжан. Сол қызық болып кетті, сол Айым Бақытжан болып кетті содан кейін. Базар жоқ. Инстаграмда 100 000 оқырманың бар. Қалай ойлайсың, кім қызық? Сен, әкең, немесе келіншегің? Бірінші әкем, екінші келіншегім, үшінші мен. Соңында сен тұрсың ба? Себебі мен өзім суретім саламын ғой. Лайк аз болады. Әкеңді келіншек салсаң кәдімгідей толып кете ма? 15 мың, 20 мың лайк жүреді. Тағы да папа деген бар да, сол жалпы тағы да папа дегенге әкеңнің ойы қандай жалпы? Ойы былай ғой. Мен дос балдарым үйге көп келеді. Папа қалайсыз деп балдар сұраған кезде, сол жүр тағы да папа болып. Сол тағы да папа өзі кішкене кей кезде салғысы келіп, әдейі салдырғысы келіп сөйтіп приколдар айтады. Дұрыс. Папаң мың жасасын, аман жүрсін. Сен актерсың. Кімнің рөлін сомдаған ұнайды жалпы өзіңе? Сомдағың келеді? Қандай рөлді ма, или кімнің рөлін ба? Мәтжан кімнің рөлін деп жазып. Кімнің рөлін сомдағың келеді? Мен дейтін өмірден түңіліп кеткен адамның рөлін сомдағым келеді. Жалпы ана картаға бірде үйін тігіп жіберген, арақ ішіп, алғаш болып ең соңында есін жиып отыратын адам. Сондай рөлдерді сомдағым келеді. Білмеймін, ұнайды, маған драма ұнайды. Өміріңе қатысты ма, әлде просто так па? Жоқ, мен сондай киноларды жақсы көремін. Арт әйтеу жақсылықпен бітетін кинолар осы. Біреуге былай айтқанда шабыт беретін, мотивация беретін еді. Қазір сол адамдың бір рөлін, кішігірім образын салып бере аласыз ба? Түріңмен болсын, білмеймін, енді актер емеспін, қалай оценкасын ба, соның бірі. Ол қалай болады екен? Сен түнгі 1:30-да қатырдың. Енді көрсеш тұрсыз актерсің дегенмен академия бітірдің, білде дипломың бар. Кішкен былай тұрасың ба? Сондай бір адамның дейсің ба? Түрін салып бер, или олар осындай болады деген сияқты. Енді әртіссің ғой. Орын сұрақ болып кетті негізі. Қатты сынап жердің ба? Так. Да, мен ары қаратайын. Қазір күтесіңдер. Образға кіріп атқан шығар өзі. Тым келіп тұрған жоқ ойым ба? Осы тек. Мен қарамай тұрмын, ары қарап тұрмын. Жоқ, қарамасаң да осы. Аны қиналып тұрғанымды осылай білдірейінші. Ұйқым келді. Не дейміз? Ладно. Үйде отырып ақша табасың деп көп жарнама жасайсың. Неге өзің үйде отырмайсың? Просто кейбір маған жазған оқырмандардың көңілін қимаймын. Сол үшін жарнама жасаймын. Бизнесі жүріп кетсінші деп бір жағынан ақша табу керек. Ақ көңілсің. Ақ көңіл. Жібере бересің бәрі. Жібере беремін, тек қарамай. Қарамайсың, тексермейсің. Көңілің қалдырың келмейді. Әйеліңнің қазақшасы жақсы ма, әлде сенің орысшаң жақсы ма? Әрине әйелім қазақшасы жақсы. Мен дейтін орысша дейтін кәдімгі акценттің иісі дейтін сасып жүресің. Мен сияқтысың. Бірақ бір жақсысы келіншегім менің орысша сөйлегеніме күлмейді. Күлмейді, қатесін дұрыстап отырады. Болашақта балаларың атын біреуін орыстың атын қойғың келмей ма? Жоқ. Егер қояйық десе, қайын жұрт. Қайын жұрт қояйық деп айтпайды сияқты меніңше. Бір күні папаң тұрады да бір әзіл деп айтып қалады. Қайын жұрттар қойсын дейді, мысалы, не істейсің? Қалай тоқтатасың? Себебі мен енеммен отношением жақсы, қарым-қатынасым жақсы. Енеңмен жаймен шешіп аласың ба? Енемді көндіріп аламын. Қайттан қойшы сол сұрақты. Неге? Болды. Қызығы бітті. Монтаж ғой. Жоқ, бірақ күлкіл зат айтайын тұр енді. Айта берші, күлкіл монтажда болмаса. Енді әкем қайын жұрт қойсын десе, мен өзім енеммен ара қатынасым жақсы, енемді өзім көндіріп аламын. Өзің көндіріп аласың. Нағыз енді
қою керек болып жатса бір Диана дейтін аттарды қойып жіберуге болады. Диана, Диас дейтін қазақтағы аттар ғой? Орыстарда да бар ғой. Все хорошо. Бұл Мәтжанның өте жақсы көретін сұрағы, жарнамаға қанша аласың? Так. Мәтжан постоянно біреудің ақшасын айтып жүрді. Гонорары қанша? Жалпы жарнамаға қанша аласың? Бұл жерде айту керек пе, айтпай қойын ба? Білмеймін, енді айтшы, не ұяты бар оның. Жарнамаға әртүрлі. Қазір сетевой жарнамалар өте көп. Оған сәл қымбаттау аламын. Ал былай біреудің дүкені, жаңадан бастап жатқан. Жаңадан бастап жатқан, оларға енді сәл төменірек. Түсінікті. Дальше өздерің сұрап аласыздар. Бақытжан, маған өте қатты қызық. Жалпы қалай актер болып кеттің сен? Білмеймін, өзім де түсінбеймін. Себебі мен Алматыға емделуге барған адам. Оқуға тапсырып көрейінші Жүргеновті еститін едім, барып көрдім. Сөйтіп көзге түсіп қалып, сөйтіп оқуға тапсырып кеттім. Үйдің іші білген жоқ менің оқуға тапсырған. Емделіп жатырмын деп академия бар жүрді. Жоқ, емделіп шыққаннан кейін үйдегілерге айтқан жоқпын. Мен осылай тапсырып жатырмын деп оқуға тапсырып, әбден документімді экзамен тапсырып болғаннан кейін барып, оқуға түскеннен кейін барып айттым. Түсінікті. Жалпы бұрыннан сонда актерлік қызығушылығың бар ма? Қызығушылығым, бұрыннан бар. Не қазір актер емес? Қазір актер емеспін, себебі мен оқуымның ақшасын, оқуымның былай айтқанда ақысын бізде Жаңаөзен қаласында әкімдігі төледі. Мен сол үшін олардың жіберген жұмысына жұмыс жасауым керек. Шарт бойынша. Қазір мен 2-3 жылдай осы ауылда дипломмен ауылға деген бағдарламада қызмет етіп жатырмын. Қызмет етіп жатырмын. Одан кейін барып өзің актерлігін жалғастырасың. Өзім бұйырса осы тұсаудан шыққаннан кейін кетемін. Мен сенің актерлігіңді көргім келіп жүр. Әлі күнге дейін көрмедім, қанша жыл мен сенімен дос болсам да. Бір видеоға түсір көрсетемін. Видео обязательно түсіру керек қой. Сен кастингке кел. Хейтерлерге қалай қарайсың, жалпы күрес жүргізесің ба? Хейтер. Жағымсыз пікір жазғанда. Сондайлар бар. Жағымсыз пікір жазғанда мен басында өте жүрегіме қатты қабылдайтын едім. Мен себебі басқа ұлттың қызын алдым. Талай комментарий, қалай пікірлер жазылды. Әлі күнге дейін айтып келе жатыр. Мен қазір оған бас ауыртпаймын, тек блокқа салып тастаймын болды. Былай құтыласың ба? Болды. Былай бүйтпейді. Екі кнопка былай басасың, ана жақта блок болады, все бітті кетті. Дым қиналмайсың. Оқырмандарың арасындағы белсенді 3 адам. Белсенді 3 адам. Өзің білетін, өзім білетін. Менің бөлем бар, Бекбол деген. Әр суретіме, әр видеома комментарий жазып отырады. Прикол болды. Біреуі сол, екіншісі Мәтжан деген жігіт бар. Осы менің авторы сұрақтардың. Сосын Бажан бар. Әбубәкір жол деген. Ал енді ол сенің достарың, таныстарың арасында танымайтын, сен араласпайтын өмірде. Есіңе түсіріп көрейін ба? Есіңе түсіріп көрші. Хотя біреуін түсірсең де кішкене атын естіп. Танымайтын оқырмандарымнан көп не қылатын 362 РР дейтін бір жігіт бар. Ол постоянно жазып тұрады. Үнемі жазып тұрады. Прямойға кірсем де, жаңағыдай пікірлерінде. Дұрыс әңгімесін айтып тұрады. Дұрыс әңгімесін айтады, кезде қуып кетеді. Болды. Сол ба? 362 РР. Пако, әйелін қалай еркелетесің? Әйелімді маса деймін. Неге маса? Себебі қанды көп ішеді. Қойшы, Маша қанды ішеді ма не? Ішеді ға. Желкеңе трубка қойып тұрып ішеді. Маша ондай емес қой. Қой Маша дейді. Сондай. Камера болып өткен ғой. Сондай ма, серьезно? Маша сені жамандап отыр. Неге сол қан ішетін болған соң маса дейсің? Еркелеткенің ол былай енді... Былай еркелеткенім, еркелетемін әртүрлі. Қандай сөздер айтасың? Мен көбінесе айтылатын сөзім сол 3 әріп қой, жан деген. Жан. Просто дым фантазия жоқ. Просто жан и все, да? Сенің орыс қызға үйленуің шетелге күйге шыққан қазақ қыздарының орнын толтыру ма? Олай емес. Олай емес па? Олай емес. Себебі жүрекке әмір жүрмейді дейді ғой. Қатты жақсы көрдім. Жақсы көруге, бақытты болуға лайық қыз. Сол үшін
үйлендім. Болашақ жар болатын қыз адамға жүрегіне білдіреді деген. Мен сонда солай әсер етті. Оның алдында қанша қызбен сөйлестім ғой, сөйлеспедім емес. Білем ғой. Білем, кім келмеді, кім кетпеді. Ладно. Папаңнан әзіл күтіп әдейі смс жазасың ба? Иә. Специально тиісіп. Кей кезде бір көп салмай кетем хаттарда. Сол кезде әдейі өзім сөйлеткім келеді. Сол кезде. Кей кезде ол кісі өзі шыққысы келеді. Жаңағыдай үйде бос жатқан кезде дейді. Өзі әңгімеге тартады. Сондай. Ол да қой шығайын жота Инстаграмнан көрінбей еттім деп. Видео жіберіп бастайды. Пост салмай кеттім оны. Прикол видеолар жіберіп бастайды өзі жайлы. Ішіп сотқан білесің сосын. Әңгімеден әңгіме шығып, бір әзіл шығады жүр. Бір әзіл шығады. Папаң Инстаграмда комментарияларды оқи ма? Оқиды. Кей кезде басында түсінбейтін еді. Артынан өзім көрсеттім бір-екі рет қасында отырып. Инстаграмды көп түсінбейді ол. Бірақ та пікірлерді оқиды. Оқығанда бұларды кім жазып отыр дейді. Түсінбей ма? Қақтық адамдар дейді. Кімдер олар деп па? Бақытжан, қазір мен саған сұрақтар қоям. Тез жауап беру керексің. Екі сұрақ, соның біреуін таңдайсың. Кеттік па? Дайынсың ба? Кеттік олай болса. Борщ немесе ет? Ет. Суши или пицца? Пицца. Өзен немесе Ақтау? Өзен. Папа немесе мама? Кішкентайгенде көп қоятын еді осындай. Папаң баласы ма, мамаң баласы ма? Папа. Сен оны тағы да папа дейсің ғой да. Құйрық май немесе салы? Құйрық май. Теңіз немесе тау? Теңіз. Сатып кете ма деп едім. Алматы қарады. Кино немесе театр? Кино. Неге театр емес? Театрдың актерсың ғой. Білмеймін. Театрдың атмосферасына кіріп көрмегеннен. Хорошо. Инстаграм немесе WhatsApp? Инстаграм. WhatsApp'та подписчик жоқ дейсің. Фото немесе видео? Фото. Теңге немесе доллар? Теңге. Долларды айтқым келіп тұр. Мысық немесе ит? Ит. Ит бақтың да кезінде? Иә. Мен де ит бақтым. Олай болса, Бақытжан, Бако, селфи сұхбаттың көрермендеріне өзің тілегіңді айта кетсең. Селфи сұхбаттың көрермендеріне тек қана жақсы Бакожан бауырым бастамаң құтты болсын, осындай. Рахмет. Көрермендер жинап жатсың өзіңе. Қуаныштымын әрқашан. Селфи сұхбаттың көрермендері көбейе берсін. Осындай қызықты сұрақтарыңызбен өздеріңізге көрермен тартып, үлкен аудитория жинауларыңызға тілектеспін. Сәттілік. Рахмет, сау болыңыз, құрметті достар, көрермендер. Нема? Селфи сұхбатшымен көресің ба? Көрем мен. Серьезно, мен бар ғой шынымды айтайын, Дамирден бастап қарадым. Дамирден бастап. Жалпы қызық па, қалай ойлайсың? Қызық. Дұрыс, жасай жалғастыра берейін ба? Жалғастыра бер такансы. Қой өршеш. Просто дәл. Құр жұмыс жасап жүрсің ғой. Солай дұрыс қой да. Қазір еще Матчамен бірге жұмыс жасап жатыр. Матчаны вообще сұрақтар дерзкі. Матчаныңызды удыртады да? Жаман удыртады. Мәні запись қойып қойып